Ассалаумалейкум, құрметті Сату ТВ каналының тіркелушілері. Бүгін 32 микрорайонда орналасқан 23 домдағы 2 бөлмелі пәтер түсіретін боламыз. 6 этаждық дом. Бұл 23 дом спорт кешені Батырға қарамарсы орналасқан. Үйдің артына 3-5 қоғамдық көліктер келеді. Және жолдың арғы бетінде агрокредит және кәсіпкерлік палатасы орналасқан. Және жолдан кейін областной қан тапсыру орталығы орналасқан. Одан кейін 33 микрорайондағы Ақтау ассамблеясы орналасқан. Бұл микрорайонда жалпы мектеп салынған, жаңада мектеп салынған. Бұл 2016 жылы салынған домдар. Мектепке бір 300-500 метрдей арақашықта орналасқан 23 дом. Ендеше Сату ТВ каналына тіркелмегендер болса, подписаться кнопкасын басып тіркеліңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментария жаза отырыңыздар, лайк баса отырыңыздар. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Үйдің бағасын, квадрат метрін толық айтатын боламын. Міне біздің 2 бөлмелі үйіміз сырт үсті обоймен жасалынған. Төбесі кермелі төбе, этажный потолок дейді. Қазір колодада жарық болмағасында көрінбей тұр. Енді ары қарай залын көрсетем. Ол қонақ күтетін зал бөлмеміз. Төбелері кермелі төбемен жасалынған. Обойлары осындай гүл тәрізді түс қағазбен жабыстырылған. Терезенің ар жағында жаңа сыртта көрсеткен Батыр спорт кешені орналасқан. Бұл 1-ші этаж. Енді бұл залдан шықсақ, ортада туалет ванны орналасқан. Туалет ванны санузел бөлек орналасқанда 2 бөлме. Бұл біздің ваннымыз капельмен жасалынған. Үсті пластмасс тәрізді материалмен жабылған. Су бәрі жақсы келіп тұр. Енді біздің туалетіміз. Бұлай кішігірім бір түсіріп шығайын. Осы туалетіміз. Бұл да капельмен жасалынған. Бәрі таза, сынып қиырып атқан, онда еш нәрсе жоқ. Сосын міне колодан кіргенде сол жағымызда ас үй орналасқан. Біздің ас үйіміз. Бұның да потологы кермелі төбемен жасалынған. Светильник орнатылған. Және ар жағында кішігірім өзінің бір балконы бар. Екі жақтан да терезені ашсаң жер келіп тұрады. Өте ыңғайлы. Ас үй ондай кішкентай емес. Отырып тамақ ішетіндей орны бар. Енді коридордан кіргенде, есіктен, сыртқы есіктен кіргенде сол жағымызда жатын бөлме орналасқан. Қазір соны түсіретін боламын. Бұл біздің 2-ші бөлмеміз. Жатын бөлме немесе қонақ бөлме десек те болады, үлкендеу. Және 2 отопление жылытқыш орналасқан. Бұл жерінде потолоктар кермелі төбемен жасалынған. Люстра орнатылған. Қабырғаларының түс қағаздары осында оюланған, әдемі түс қағазбен жабыстырылған. Бөлмеде кондиционер бар. Осы біздің 2 бөлмелі үйіміз. Бұл 2 бөлмелі үйдің жалпы ауданы 58 метр квадрат. Бағасы 13 миллион теңге. Жалпы бұл үйдің нақты суреттерін, фотоларын көргіңіз келсе, осы видеоның астында сілтемеге инстаграмды қоям. Сол инстаграмға кіріп, суреттерін толық көрсеңіздер болады. Және сұрақтарыңыз болса комментария жаза отырыңыздар. Подписаться етіңіздер, лайк басыңыздар. Өздеріңіз сатып жатқан үйлеріңіз болса, астына номер қалдырсаңыздар, өздеріміз хабарласып, сіздерге видео түсіріп беретін боламыз. Полдары линолеум сол. И өте жылы. Ендеше әр қазағым баспана болсын. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.